Кедейлік және байлық. Дүние мүлік түгелдей жамандық деп, пенде оған ие болуға ұмытылмау керек. Тіпті дүниедегілердің бәрі байқұс болып, жамаулы киініп, азынаулық нәрселермен азықтану керек деп есептеу де дұрыс емес. Кедейлік жамандық. Егер олай болмағанда, Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам дұғаларында одан қорғауды Алладан сұрамаушы еді. Сондай-ақ ол былай деген: тәкаппарландырған байлықтан, естеріңді есеңгіреткен кедейліктен сақтасын. Адамды байлық кете есіртіп, көпіртіп отырып, тозаққа итермелейтіні анық. Байлығы асып тасыған талай адамдар дүниеге беріліп кетіп, Алланы ұмытып, ақыретін ұмытып, иман жолынан алыс қалғаны шын. Сол сияқты егер кісі қатты мұқтаждықта өмір сүрсе, ол азап шегіп, арықтап, жаратқанға ғибадат жасаудан бет бұрады. Көп кісілер кедейлік арқылы келген сынаққа шыдай алмай, тағдырға наразы болып, шағымдана бастайды. Ислам кедейлікке шақырмайды. Біз ислам салмақтылық пен қарапайымдылық діні деп көп мәрте айтып келеміз. Баршылық та, жоқшылық та сынақ. Тәкаппарланып есіріп кететін кісіге байлық бәле болғанымен, жаратқанның алдында байлықтың ақысын жақсы өтеп те тақуа өмір сүрген момын пенделер болады. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам былай деген: тақуа пенденің адалдан мал мүлкі болғаны қандай жақсы. Бірақ байлық пайда ғана алып келеді деген де дұрыс емес. Арам іспен әлек болған бай кісілердің көбі байлығы болмағанда жаңағы күнәлі істерін жасамас еді. Бұл кісілер өздерінің байлығын жақсылық үшін емес, жамандық үшін пайдаланады. Сондай-ақ байлық та кедейлік сияқты кісіні жаратқанға құлшылық жасауға және жақсы істерді жасауына кедергі болуы мүмкін. Көп байлығы бар кісі қолындағы мүлкіне күндіз-түні назар аудару керек болғандықтан, көбінесе діни парыздарын орындауға уақыты да, шамасы да болмайды. Бұл дүниеде байлығынан зекет төлегісі келмеген, садақа да бермеген, мұқтаж кісіге жәрдем бермеген қаншама сараң байлар бар. Егер кісі ешкімге мұқтаж болмаса, яғни басқалардан сұранбай, өзін және отбасын өзі қамтамасыз ете алатын жағдайда болса, ислам осыны қолдайды. Адал жолмен мал-мүлік табуға болады, және ол ислам үмбетіне қызмет жасау үшін қажет нәрсе. Сонымен бірге мал-мүліктің жетіспеушілігі де, артық болуы да кісіге қайғы алып келуі мүмкін. Молшылықта өмір сүрген және өзінің мал-мүлкін Алланың разылығы үшін, өзінің діни парыздарын орындау үшін және елге қызмет жасау үшін жұмсаған кісі қандай бақытты. Жаратқан және пенде. Егер екі дүниеде де бақытты болғың келсе, елдің мақтауына емес, Алланың ризалығына ие болуға ұмытыл. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам былай деген: кім елге жақпаса да, Алланың ризалығын табуға ұмытылған болса, оны Алла елге жек көрінішті болудан құтқарады. Ал енді кім Алланы наразы қылумен елдің мақтауына ұмытылған болса, оны Алла ел алдында жек көрінішті етіп қояды. Басқалар бізді мақтасын деп соншалықты тырысамыз, алайда кейде олардың дөрекілігі, сын пікірі не ауыр сөзі бізді сондай қапа қылады. Айналамыз біздің қуанышымыздың, қайғымыздың себепшілері болуда. Сонымен қатар жаратқанның ризалығы туралы мүлдем естен шығарамыз. Шынында бұл елдің мақтауына қарағанда әлде қайда маңыздырақ емес пе? Кісі Аллаға ұнаған нәрсені жасағанда және елдің мақтауынан бұрын оның ризалығы туралы ойланған кезде шынайы бақыттылыққа ие болады. Еркіндік. Бақытты болғысы келген кісі дүниенің құлы болуын тоқтату керек. Өйткені мұндай нәрсе уайым қайғы алып келеді. Кім байлық жинау арқылы немесе кісіге билік пен өктемдік беретін жоғары лауазымға жету арқылы бақытты болуға ұмытылса, ол ерте ме, кеш пе ұтылғанын түсінеді. Өйткені дүниенің алдамшы қызығы өзімен қоса бақыттылықты өшіретін проблема уайым қайғы ала келеді. Міне, сендерді әу бастан қалай жаратқан болсақ, бүгін де алдымызға дәл солай жалаңаш күйде өздеріңе бергеніміздің бәрін арттарыңа тастап жалғыз келіңдер. Әнғам сүресі 94 аят. Уа адамдар,
Алайда сендер дүниенің қотыршылығын ұнатып, оны бәрінен артық көресіңдер. Дегенмен ақырет бұл дүниеге қарағанда әлде қайда қайырлы һәм мәңгілік. Ағла сүресі 16-17 аяттар. Ол кәпірлердің бір бөлігіне оларды сынау үшін берген дүниедегі тіршіліктің жылтыраған сән салтанатына қызығып көзіңді сүзбе. Раббыңның өзіңе нәсіп еткен нығметі мен ақыретте беретін ризық несібесі әлде қайда қайырлы һәм баянды мәңгілік болмақ. Таха сүресі 131 аят. Өсектер және жорамалдар. Бақытты өмір сүргің келсе, ел арасында таралып жүрген өсектерге сенбе. Тәжірибе көрсеткендей, көп өсектер шындыққа жанаспайды. Қорқынышты жорамалдардың көпшілігі іске аспайды. Демек, уайымдауға себеп жоқ. Әрбір кісі бір нәрседен қорқады және өзінің қорқынышы туралы басқалармен бөліседі. Одан кейін оның сөздері ауыздан ауызға өтіп, шыбынынан піл, түймеден түйе жасап алады. Шайтан сендерді зекет, садақа берсеңдер, дүниелерің ортайып қалады деп кедейлікпен қорқытады. Сондай-ақ сендерге сарандықты, дүниелеріңді күнәлі, арсыз істерге жұмсауды бұйырады. Алла тағала болса, сендерге өз тарапынан кең кешірім және мол шарапат уәде етеді. Алла уәсих, өте кең, асқан жомарт, алим, құлдарының барлық жай-күйін, кімнің дүниесін қандай жолда жұмсап жүргенін өте жақсы білетін шексіз ілім иесі. Бақара сүресі 268 аят. Біз барлығының тағдырда жазылғанын ұмытпауымыз керек. Болатын нәрсе сөзсіз болады. Барлығы болып кетуі мүмкін, бірақ болатын нәрсе ғана болады. Сондықтан қайғылы нәрсе болмай жатып, алдын ала қайғыра берудің, қорқатын нәрсе болмай жатып, қорқа берудің ешқандай қажеті жоқ. Қорқыныштың көзі үлкен, қиялы күшті кісіге әрбір айтылған өсек және жорамалдар қатты әсер етіп, оның мазасын алады. Сол жерден кісіге тағдырға болған сенім, иман және Аллаға тәуекел ету жәрдемге келу керек. Көбінесе үміттің үзілуі, жүдеу, жабырқау, мұңаю, ұйқының қашуына және асқазан жарасының пайда болуына апарады. Бақыттылық. 5 нәрсе екі дүниеде де бақыт алып келеді. Олар иман, сенім, жақсы іс-әрекеттер, жігерлілік, Аллаға мойынсыну, адал нәрселерде ысырапқорлықтан бас тарту. Ауру сырқау. Біз ауру сырқауды және азап тартып қиналуды жек көріп, одан алыс болуға әрекет жасаймыз. Бірақ кейбір кездерде олар бізге көптеген пайдаларды да алып келеді. Білім жолында көптеген қиыншылықтарға ұшыраған ілім іздеуші, сонша ауыр қиыншылықтармен келген ілімі нәтижелі, жеткілікті һәм жоғары бағаланады. Және оңайырақ жолмен оқыған кісіге қарағанда елге көбірек пайда алып келеді. Қайғы мұңның дәмін тартқан ақын жазушылар жақсы өмір сүрген ақын жазушыға қарағанда мағыналы, жан дүниеге әсерлі, сезімге тебірентерлік мықты шығармаларды дүниеге әкеледі. Өмірінде көпті көріп, көп азап тартқан иман жаршысының сөзі әрдайым тыныштықта, молшылықта және рақатта өмір сүргеннің сөзіне ұқсамайды. Оның сөздері жан дүниеге әсер етіп, көз жасын еріксіз ағызып, жүректі тебірентеді. Әрбір пенде жеңіл келген нәрсеге қарағанда, қиыншылықпен келген нәрсені жоғары бағалайды. Сол үшін ауру сырқаудан және қиналудан қорықпа. Олар саған жаман болып көріну мүмкін, бірақ оларда сен үшін ұлы жақсылықтар болуы мүмкін.